Бүгін Балқаш қаласынан туған інім мен келінім келді, бала шағасымен. 2 жыл дегенде енді келіп тұр ғой қыздар. Біраз болды негізі келмей кеткендеріне. Қазір уже 4 бала шағасы бар. Сонымен мына жерде қуанып шығып сыртқа қарсы алып жатырмын ғой, балаларымен өздерінің машинасымен шығыпты. Аман есен обедте жетіп келді. Таңертең ерте шыққан ғой Балқаштан. Сөйтіп амандасып көрісіп жатырмыз мына жерде. Мына жерде енді денемде аллергия басып кетіп еді ғой. Өткенде сол енді жазылып жатқан кезі ғой. Қазір енді соны сұрауым мүмкін, оқырмандарым видеодан көріп ше. Сөйтіп үйге кіргізіп тамақ шай барлығын дайындап қойғанмын. Бала шағаға анау-мынау тәттілер алып келген, мен машинама көрімдікті беріп, інім мен келінім 10 000 теңге сөйтіп ішіне шашуларын шашты, тілектерін білдіріп жатыр ғой. Енді мына машинаны алғалы енді көріп жатыр да. Біз әлі Балқашқа барған жоқпыз ғой 4 күнге. Сондықтан да бірінші рет көріп, інім кіріп визуализация жасап, мына жерде отырып ше. Мен енді үйдің үлкенім ғой, менен кейінгі інім ғой. Бала шағаның барлығы шулап, мына машинаның қызық көріп жүр ғой, барлығы отырып. Сонымен деген балаларға мынандай бассейн қойып бердік. Ол кезде енді күн ыстық кезі ғой, жазда келді, июньда. Сонымен деген балалар мына жер жарысып бір-бірімен түсіп жатыр. Біз тамақ шайымызды ішіп алдық. Сонымен енді екінші күнді сразу салып кетейін қыздар сіздерге. Екінші күн сразу біз Таразға қыдыртуға алып кеттік. Бала шағаны, заодно інім мен келінімде балаларын қыдыртайық деп та. Енді бір келгеннен кейін өздері 3-ақ күнге келген ғой. Бір жерге негізі бала шағамен шықсаң сол ғой, 2 күн немесе атсылу 3 күн ғана сиясын, атак әрі қарай өзіңде қысыласың. Сонымен деген балалардың барлығын салып алдық артқа. Мына машинаны алғанымыз жақсы болды ғой деп ше. 2 семьяның балалары сыйып кетті ғой. Мына жерде почти 9 ба 10 ба бала шаға ғой. Менің ішімде біреу, сыртымда біреу. В общем, өйстіп тығылысып, балалар деген енді жатып барды. Мына жерде балалар өздері түсірген видеоларын. Тараз жақтағы осындай жаңадан ашылған остров Кема деген жерге келдік. Бұл жердің ашылғанына где-то 1,5 жыл ма 1 жыл ма болып қалыпты. Қараңыздар қызы, қандай керемет аха. Күшті қылып барлығын жасаған. Мына жерде біз суға түсетін күшті бассейн сияқты көл деп келе жатқанбыз ғой. Сонымен деген суға түсеміз, ура деп сөйтсек, бұл жерге суға түсуге болмайды екен. Вообще, бұл жерде балықтар бар екен. Бұл балықты аулау үшін 5 000 теңге ма? Бір балықты 5 000 теңгеге аулайды екенсің. Көлеміне қарайды енді. В общем, қараңыздар, тірі балықтың барлығы осы жерде осылай жүзіп жүр арнайы. Сондықтан ойбай деп біз таң қалып сөйтіп кеттік. Мына жақта қарнымыз ашып келген ғой ше деген. 2 сағат жол жүріп келдік. Бала шағамен улап шулап, қалада жұмыстарымызды еще бітіріп үлгердік қой біз деген. Мына жерде аяшка деген көрсетіп жатыр ғой, үлкен балық мына жерде деп ше образға кіріп. Балалардың барлығына ұнап жатыр мына жердің барлығы. Мынандай арнайы кафешка бар екен. Осы жерде караоке да бар, сосын тамақ ішуге де болады екен ше. Енді күшті жер екен. Тасбақалар жүр, міне судың тасбақалары ше. Суда кәдімгідей күшті демалып жүзіп жүр ғой. Балалар деген ауыздары ашылып қалған. Мына жерде балықтарды көріп, анау тасбақаларды көріп, сонымен қой тез-тез қарнымыз ашып кетті. Балалар улап шулап жылап кетті. Сонымен кафесіне кірдік. Осындай шағын ғана, барлығы мынандай ағаштан жасалған екен да. Сонымен енді мына жерден орын іздеп, ортаны арнайы 2 столды қостық. Енді 2 семьямыз деп айттық та енді ана жаққа официанттарға. Сосын 2 столды бізге қосып берді. Мына жерден тамағымызды барлығын таңдап жатырмыз. Балық, шашлик, сондайлар заказ бердік. Жеңіл тамақтар деп ше. Сөйтіп мына жерде уже күтіп отырған кезіміз. Томи да мына жерде менюді алып алып, өзіне бургер, сондайлар заказ беріп жатыр. Енді өзінің бар білгенін. Мына жерде ұлдашка деген ана балықтарды көріп, бижай деп қорқып жатыр. Ана балықтар енді жүзіп жүр ғой. Соны көріп қорқып жатыр. Сосын балалар ойнайтын да алаң бар екен мына жерде. Күшті, балалар қасыңдарында жүгіріп жүрмейді да. Далаға шығып кетеді-ау, ана суға түсіп кетеді деп қорықпайсыздар. Арнайы осындай игровой зал бар екен. Балалардың барлығын сол жаққа кіргізіп жібердік. Ішінде доп та бар екен, секретінде бар екен. Сонымен балалар кіріп кетті. Мына жақта уже шашлик, пицца, барлығы жай-жайдан келіп бастады. Мына шашликті қарасаңыз, утканыкін алдық. Енді деген күшті екен. Шашликтары да, пиццалары да бізге қатты ұнады. Одан кейін бар уже шашликті первыйға жеп болғаннан кейін екінші тамаққа уже бізде балық келді. Жолдасым заказ берген ғой. Енді балығын айтамайым, сазан балығы екен. Бір қылтанағы жоқ қой, күшті ұрып жеп алдық, қытырлап тұрып нанмен бірге ше. Күштілеп тұрып мына жерде Мавилов Азамат болып жүр. Барлығымызды түсіріп жатыр ғой видеоға.
осындай сазан балық келді да, өзінің мына жерде лимонымен, ащысымен, пиязымен күштілеп тұрып әкелген. Сөйтіп қарынды тойдырып дыңқиып шықтық мына жаққа. Қой кішкене асқазанымызды қортайық деп, жан-жағын аралайық деп. Мына жерде караоке де бар екен, күшті. Барлық келініме де ұнады. Негізі осы жерге келгестер ма, қыздар, естулеріңіз бар ма? Остров Кема деген жерді. Біз бірінші рет келдік, негізі жолдасым тиктоктан көрген ғой, рекламадан ше. Семьямен, өстіп бала-шағамен, немесе әйеліңізбен жеке осылай келіп демалып кеткенге болады екен. Наның ішінде, мысалы, әжетханаға барсаңыз, ол жерде мамасы мен баласына арналған арнайы бөлме бар екен. Ойлаңыздаршы, памперсін ауыстыруға болады, сондай екен да. Күшті деп жатырмын, бірінші рет көріп жатырмын бұндай жерді деп. Мына жерде енді ар жағына барсақ, уже зоопарк бар екен. Жаңадай қоян, жаңа түйеқұс дей ма, сондайлардың барлығы бар екен. Ойбай, бір келіп тұрғаннан кейін до конца көріп кетейік деп, осылай жаяу мына жаққа келдік, көріп мына жердің барлығын. Бірінші рет түйеқұсты көрдік, бойы деген енді ұзын екен ғой, мойны дегенім ғой. Жаңа күйеуім айтып отыр ғой, түйеқұс деп ше. Ондашқа жем берем деп ше, мынандай ойнап тұрған мына жерде қорқады ше, өзі бір жағынан ше. Сонымен ар жақтарға бардық. Мына жерлерде қояндар бар екен, тағы да бір жәндіктер, в общем, аттарын білмеймін. Мына жерде орыс, қытайлар бар екен. Тиіспеңіздер, балалар қолдарын тықпасын деп ше, тістеп алады, шұқып алады деп ше. Сөйтіп бізге айтып тұрды. Жай ғана қарап өттік. Жолдасында қытайлармен сөйлесіп жатыр ғой, Қытай, орыс барлығы осы жерде жәндіктерге қарайды екен ше. Негізі әр нәрсенің өзінің несі болады деймін да, маманаға. Налар қызығады да, біз мысалы ондай қызықпаймыз ғой. Сонымен ол жерден шығып, тек тұрмас деген осындай жерге, киелі жерге келдік. Естулеріңіз бар ма? Бұл жерде мүсіндер, сондайлар бар екен, киелі жер екен ше. Осы жерді бір көріп өттік та, одан кейін обратно қайттық. Қараңыздар, қайтуда, в общем, дома болды ғой, барлығы балаларына жаққа сыйысып. Осылай ұйықтап келді, арасында дейін қырылып алды, бір-бірімен ұрысып, төбелесіп, білгендерін істеді ғой. Сонымен ақырында шаршап ұйықтап қалды. Демалыс күніміз осылай күшті өтті, інім мен келініме ұнады. Арасында негізі осылай балаларды қыдыртып тұрғанға жетпейді екен. Үйге келдік, інім мен келінім өзін ертеңге жолға дайындалды, Алматыға дальше кетеді қыдырып. Ал